Бүгінгі сәтті де ғажайып күндеріңізбен. Бүгін интеллект жаттығудың екінші жаттығуы. Бірінші жаттығуым кеше видеода сақталынған, соны көрсеттім. Бүгін енді екінші жаттығу, ол әр адамның өз ойын қадағалап басқару. Мысалы, бізде қазір өздеріңіз білесіздер, бәріміз үлкен ойда, жаңағы әртүрлі ойда жүреміз, қияланып жүреміз. Сол артық ойлардан қалай қорғануға болады, сол артық ойларды қалай сен миыңнан алып тастауға болады, сол туралы жаттығу. Ол үшін біздер не істейміз? Өзімізді өзіміз бақылай бастаймыз. Мысалы, сіз сөйлеп отырсыз, сол сөйлеп отырған жақсы сөйлеп отырсыз, бірақ сол кезде бір ой шығады, нашар ой шығады. Неғып сөйлеп отырсың, бүйтіп айта салсайшы дейді. Сондай кезде сол ойды қалай тоқтатуға болады? Немесе біреумен телефонмен сөйлесіп тұрсыз, сол кезде жаңағы тағы бір ой жылт ете қалады. Сол кезде сол ойдан қалай сол ойдан қалай өзіңді қорғауыңа болады? Или сол ойдың жетегіне кетіп, жаңағы сөйлесіп тұрған адамыңызбен, немесе жаңағы ойыңызбен, өз ойыңызбен, ойыңыздағы сөздермен айтысып, нервіңіз шаршап, көңіл күйіңіз төмен түсіп, неге олай болмайды, неге бұлай болу керек, ол айтқанда мен бұлай неге айтпадым, бүйтпедім, сөйтпедім деген әңгімелердің құшағында жүріп, өзіңіздің бір күндік өміріңізді жаңағы жағдайыңызды, көңіл күйіңізді түсіріп алады екенсіз. Енді осы интеллект жаттығудың екінші жаттығуы, сол адам өз ойын қалай басқарып бақылауға мүмкіндігі бар. Енді қысқаша айтқанда, мысалы, сіз сөйлесіп тұрсыз біреумен, сол кезде жаңағы бір ой пайда болды. Сіз бұл адаммен неге сөйлесіз, бұл адамның сізге қандай қатысы бар деген ой келеді. Уақытым жоқ деп кетіп қалмайсың ба деген ой келген кезде, сіз осы менің ойымдағы, осы айтылып тұрған, өзіңізбен өзің іштен айтылып тұрған сөз менің өміріме, мына сөйлесіп тұрған адамның өміріне, екеуміздің қарым қатынасына қандай пайдасы бар, қандай мақсатқа жеткізе алады деген сұрақ қойсаңыз ішіңізден, және қосымша жаңа қолыңызға миллионерлердің резинасын тағып алып, міне осындай тағып алып, жаңағыдай ой келген кезде бүйтіп тартып келген кезде сіздің миыңызға уже сигнал келеді. Сіз уже білесіз, егер мына резинканы тартқан кезде, сіздің миыңызға сигнал келеді, сіз жаңағы ойдан ой үзіледі. Сол үзілген ой мен резинканың аралығындағы уақыт сізге жаңа бастап тұрған әңгімеңізді арғай жалғастыруға мүмкіндік береді. Солай өзіңізді контроль жасай аласыз, ешқандай қиындығы жоқ. Екінші жаттығу, былайша айтқанда, резинка дейді, немесе браслет миллионері дейді. Әрбір миллионер болам деген адам, өмірін жақсартам деген адам, өзін бақылаймын деген адам, өз өмірін қолға алам деген адам, өз ойын теріс ойлардан сақтануға осы қарапайым резинканың көмегі болады екен. Қолдарыңызға осында резинканы тағып алып, егер кейбір адамдарда ойы, теріс ойлар көп, әрбір секунд сайын келеді. Сол секунд сайын ұрған кезде мына жеріңіз қатты ауырады. Солай ұру арқылы, егер осыны 21 күн тұрақты түрде өзіңіз бақылап осылай ұрып жүретін болсаңыз, болашақта сіз өз ойыңызды өзіңіз басқара алатын жағдайға жетесіз. Кезген уақытта, теріс ой келген кезде, сіз мына резинканы аласыз, тартып жібересіз, болды, ойыңыз тоқтайды. Осы екі аралықтағы сіздің ойыңыз, теріс ойдың пайда болуы мен резинканың тартылу арасындағы мынау уақыт сіздің жаман ойдан, теріс ойдан құтылуыңызға мүмкіндік беретін уақыт. Міне, түсіндіре алдым ба?
Енді соны қайталасам да болады. Енді мен жаңағы кешегі жаттығу, бірінші жаттығу, негізі 8 интеллект жаттығу 8 жаттығудан тұрады. Солар бір-біріне тіркесіп адамдар игерген кезде адамдарда, былай айтсам, өте күшті өзгеріске ие болады. Сондықтан бірінші жаттығу ол күлкі жаттығу. Әрбір адам ол жаттығуды әшейін күлкі деп қабылдауы мүмкін. Күлкі жаттығу бұл дарақы күлкі емес. Кез келген уақытта дарылдап күле беретін күлкі емес, мән мағынасы жоқ күлкі емес. Бірақ сол күлкіңіздің шынайы болса, онда сізге үлкен пайдасы бар. А егер шынайы болмаса, сіз жасанды күлкі арқылы, шынайы күлкі өткен кезде сіздің ағзаңыздан жаңағы бақыт гормоны, денсаулық гормоны, көптеген адамға қажетті гормондар бөлінеді. Сол гормондардың арқасында әсіресе қуаныш гормоны бөлгенде энергия бөлінеді екен. Сол энергияның азын таңертең істейсіздер, кешке дейін шаршамай жүретін боласыздар. Соған байланысты уже көңіл күйіңіз көтеріңкі болады, денсаулығыңыз жақсы болады. Бірінші жаттығу, күлкі жаттығу, одан кейін жаңағы өз ойыңызды бақылау. Бүгін тапсырма. Бүгіннен бастап ертең сағат 3-ке дейін сіздің ойыңызда қандай теріс ойлар пайда болды. Ол теріс ойды сіз қалай резинканың көмегімен тоқтата білдіңіз. Тоқтату арқылы сіз жаңағы жақсы ойға қарай өткеніңіз туралы өзіңізге өзіңіз отчет жасаңыз. Сонда сіздің билігіңіз өз қолыңызда болады. Енді кешегі жаттығу, күлкі жаттығын көбісі көрмей қалған болуы мүмкін. Соны жайлап көрсетіп берейін. Ол үшін жаңағы бірінші дайындалып аласыздар. Таңертең тұрған кезде орындарыңыздан тұрып, көтеріліп, қол аяқтарыңызды жазып, кәдімгі гимнастиканы істей аласыздар. Ол бір. Екіншіден шалқая тұрып, бұлай үндеріңізді әртүрлі үнмен шығарасыздар. Ха-ха-ха-ха, хе-хе-хе-хе, о-хо-хо. Егер шықпай жататын болса, онда көкіректеріңізді мұна қолдың мұна жағымен бұлай мін деп ұрып көкіректеріңізді аша аласыздар. Өйткені мен осы пандемия кезінде ауырғаннан кейін менің анау ауырып болғанның өзінде нормально жақсы жүрмін деген өзінде мұна менің көкірегімнен үнім дұрыс шықпайтын еді. Осы жаттығудың арқасында қазір менің үнім, даусым былайша айтқанда таза шығады. Сөздерім таза естіліп жатыр. Шынайы да. Осы күлкі арқылы өзіңізді өзіңіз тәрбиелеп алсаңыз болады. Жаңағы көкірегіңізді керіп, жаңағы артқа қарай шалқып, әртүрлі үнмен өзіңізді дайындап алып, одан кейін 3 минут тоқтамай күлесіздер. Сол 3 минуттың ішінде сіз шынайы күлкі өткен кезде сізде есінеу, көзіңізден жас ағу, жаңа сондайлар пайда болады. Әркімде әртүрлі жағдай, әркімнің ағзасы әртүрлі, кейбіреуінің энергиясы көтерілетін болады. Сол қайсы түрі болса да, ол адамзаттың денсаулығына, көңіл күйіне өте қажетті нәрсе. Бұл жаттығудың күші. Соны істегеннен кейін уже бүгінгі сағат 2-ден бастап 2:30-ға дейін, ертеңгі 2:30-ға дейін өзіңіздің ойыңызды бақылай бастаңыз. Егер көшедегі келе жатып ойыңызда теріс әңгімелер пайда болып бір-біріңізбен айтыса бастаса, резинканы байлап алыңыз да, резинкамен шақ еткізіп отырыңыз, осылай сөйтіп ойдан тазарасыз. Немесе біреумен сөйлесіп тұрған кезде бір жаман ой келіп қалса, аузыңыздан шығардан бұрын мына резинканы тәртіп қалыңыз да, өзіңізге жаңағы сұрақ қойыңыз. Осы миымда тұрған теріс ой дәл қазір мына екі кісінің арасындағы әңгімеге қатысы бар ма, жоқ па? Немесе маған пайдасы бар ма, жоқ па? Немесе адаммен сөйлеспесеңіз де, өзіңіз ойыңызда теріс ой пайда болатын болса, мына менің ойымда пайда болған теріс ой менің өмірімнің мақсатына әсері бар ма, жоқ па?
менің істеп жатқан тірлігіме пайдасы бар ма жоқ па деп сұрақ қою арқылы, немесе мына резинканы тартып қалып, осы екі аралықта сіз осы үнсіздікті пайдаланып жаңа ойға көшіп кетуіңізге болады. Міне қысқаша, міне қарап тұрсаң, кез келген адамның қолынан келетін жаттығу, бірақ ешкім еш уақытта мән бермеген. Енді осы 8 жаттығудың ішінде, осы 8 жаттығу бірінен соң бірі үйлесіп, тіркесіп, әрбір адам осы 8 жаттығуды игерсе, өмірлерінде үлкен өзгеріс болады деп ойлаймын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Ертең сағат осы екілерде кестек болады. Өйткені мен сағат 3-те нем бар, сабағым бар. Сағат 8-де сабағым бар, конференция бар, сондықтан бүгін ерте бастап отырмын. Мен шындап келгенде мына прямой эфирге осы жақын арадан басып шыға бастадым. Көптеген кнопкаларын білмейді екем. Сондықтан мен сақтап әр группа, интеллектуальный группаға жіберем, сосын общий өзімнің Facebook парақшама жіберем. Сол жерден сіздерден көмек болсын. Өзіңіздің достарыңызға осы менің видеоларымды бөлісе отырыңыздар. Сол бөлісе отырып сіздер бір адамдарға көмектестім деп ойлаңыздар. Өйткені бұл жаттығудың адамзатқа үлкен ауадай пайдасы бар, ауадай қажет. Алдын ала сіздерге рахмет бөліскендерің үшін. Бар уақытта әрбір күндерің сәтті мен ғажайып күнмен болсын, өмірлеріңіз сәнді болсын.